Бүгін біз болашақтың есептеу тәсілі кванттық алгоритмдер туралы айтамыз. Қарапайым компьютерлерді алгоритмдер 0 мен 1 биттер арқылы есептейді. Ал кванттық алгоритмдер кванттық физиканың заңдарына сүйеніп, бір уақытта көптеген есепті қатар орындай алады. Негізгі кілт суперпозиция мен шатасу. Кубиттер бір мезетте бірнеше күйде бола алады, ал бір-бірімен байланысқанда ақпаратты әлдеқайда тиімді өңдейді. Ең танымал кванттық алгоритмдердің бірі Шор алгоритмі. Ол үлкен сандарды өте тез көбейткіштерге жіктей алады. Бұл қазіргі шифрлау жүйелерін бұза алатын күшке ие. Тағы бір Гровер алгоритмі, ол ақпаратты іздеуді кәдімгі компьютерден түбегейлі жылдам орындайды. Мысалы, миллион жазбадан қажеттісін табу үшін кәдімгі компьютерге 1000 қадам қажет болса, кванттық алгоритмге тек шамамен 100 қадам жеткілікті. Яғни кванттық алгоритмдер бұл тек есептеу емес, ақпаратты ойлаудың жаңа тәсілі. Болашақта олар жасанды интеллектті, медицина мен криптографияны түбегейлі өзгертеді. Қарапайым сөзбен айтқанда, кванттық алгоритм бұл бір уақытта миллион ойды қатар жүргізе алатын ақыл.